біз сіздермен Open сервермен жақынырақ танысатын боламыз. Жалпы ең алғашқы Open серверді ашқан кезде кейінгі обновлениенің ішінде бізге қажетті PHP MyAdmin жоқ. Тексеріп көрейік. Программаны екі рет басамыз, ашамыз, яғни русский, орысша версиясын таңдаймыз. Добро пожаловать Open сервер. Open серверді ашу үшін оң жақ бұрышта бізде флажок пайда болады. Запустить батырмасын басамыз, сол кезде іске қосылады. Хорошо, запустить батырмасын басайық. Одан кейін жасыл жанғаны күтеміз. Жасыл жанғаннан кейін бізде мои проекты деген жерде localhost'ты ашатын болсақ, осыдан білуге болады біздің серверіміз іске қосылды ма. Бізде белгілі бір Opera браузерінде ашылуы мүмкін. Өйткені программа орнатқан кезде бірге Opera келеді. Хорошо, добро пожаловать, Open сервер работает дейді. Окей, рахмет, Open сервер ашып тұр. Бізге бірақ керегі PHP MyAdmin ашамыз, оң жақ батырмасын басамыз, дополнительно дейміз. Вот, пожалуйста, бізде PHP MyAdmin жоқ. Хорошо, бұндай жағдайда не істейміз? Старый версияларда болған, бірден кірген кезде, бізде ол жоқ. Сол үшін выход батырмасын басып шығамыз, Open серверге қайтадан кіреміз, запуск от имени администратора. Да, яғни администратор бөліміне кіреміз де настройкасын ашамыз. Флажок пайда болады, настройки. Осы жерде модули бөлімін басамыз. MySQL Maria Database деген бөлімді ашамыз да, ең соңғы MySQL версиясын таңдаймыз. Бізде MySQL 8.0 Windows 10-да тұр. Сохранить и закрыть. Енді қайтадан кіреміз, флажокқа мышканың жағын басамыз, дополнительно да PHP MyAdmin пайда болды. Запустить. Флажок жасыл жанғаннан кейін біз қайтадан PHP MyAdminге кіреміз. Так, жасыл жанды, дополнительно PHP MyAdmin. Вот, енді ашылды. Сіздерде ашылмаған болса, осылай изначально ашып алсаңыздар болады. Ашылғаннан кейін, добро пожаловать PHP MyAdmin. Ең алғашқы кіру үшін біз root пользовательмен кіреміз. Ешқандай пароль сұрамайды. Авторизация. Осымен біздің PHP MyAdmin'іміз ашылады. Окей. Контролды басып, прокрутка мышканың ортасындағы дөңгелекпен жақындатып алайық, более көріну үшін. Ең бірінші істейтін туториалдарда, жалпы көп жерлерде ол бірінші тема таңдау. Metrio дейді, более серьезный түр екен бұл. Так, маған Bootstrap жеткілікті. Енді мынандай қызық бар. Біз жалпы келісіп алайық. Жалпы база құрудың екі түрлі жолы бар. Біріншісі готовый кнопкаларды басу арқылы, мысалға элементарно создать database батырмасын басу арқылы құруға болады. И так далее. Ары қарап барлығын онлайн, яғни программаның өзінде құруға болады. Екіншісі бар, SQL-дің өзіне ашып тұрып, барлығын осы жерде кодпен жазуға болады. Бүгінгі видеода қарапайым PHP MyAdmin'де барлығын программаның өзінде құрамыз, как готовый база ретінде. Одан кейін келесі видеода қайтадан осылардың барлығын құрамыз, бірақ барлығын через SQL арқылы нөлден басып жазамыз. Неге? Себебі біз арасында OBT-ға да дайындалуымыз керек. Себебі OBT-да егер SQL-ды жақсы білсеңіз, максимум плюс 6 балл деген бар. Яғни 6 балл алуға мүмкіндік алуға болады. Жақсы, онда база құрайық. Создать базу данных. Имя базы данных мен информатика деп ашам. Информатика. Осы жерде біз версия таңдаймыз. Бұл версия OBT-да да келеді сұрақ болып. Біз UTF-8MB3 осының ішіне General C бөлігін таңдаймыз да создать дейміз. Бізде база құрылды, вот мен информатика, пока ішінде ештеңе жоқ, и таблица құрамыз. Таблицаның аты болу керек ол группа. Группа и количество столбцов. Қанша столбец бар дейді, пока бізге 4 столбец жетеді. Create, создать. Осы жерде танысып алайық, имя столбцы группа деп айтылады екен. Және ол группада 4 таблица бар. Осы таблицалармен жеке-жеке танысайық. Біз реляциялық база данных құрып жатқандықтан, реляциялық деген ол
один к одному, один ко всех ко одному, всех ко всех деген байланыстары бар, яғни кілттік байланыстар бар ол жерде. Сол үшін біз көп жағдайда бірінші таблица міндетті түрде ID деп береміз. Ол номер 1, 2, 3, 4, 5 деген сияқты. Типтер, жалпы біз қолданатын типтер өте көп. Числовойдың өзі мін тұр, одан кейін дата времядан да бар екен, символьнылар бар и пространственный бар, одан кейін JSON дейді. Негізгі қолданатын олар төртеу, int, varchar, text және data. Int дейтін ол JSON, мышканы апап қарайтын болсақ, минус 2 миллиард 147 миллион 483 мың 648-ден 2 миллиард 147 миллион 483 мың 647-ге дейінгі сандарды қабылдай алады екен. Varchar, бұлар символдық типтер, 0-ден строка перемена длины 0-ден 65-ке дейін, и text ол өте ұзақ, и дата белгілі бір датадан уақыттан басталынады. 1000 жылдан 9999 жылға дейінгі уақыт алады екен. ID менде int болады, JSON. Осы жерде мына нәрсені біліп алуымыз керек. Index primary сұрап тұр, қайсын өспелі қылам дейді, ол ID таңдаймын вперед, и дальше AI-ға мышканы апаратын болсам автоинкремент дейді, яғни автоинкрементке галочка қоям, и nullға да негіз галочка қояды, көп жағдай, чтобы null деген пустой болмау үшін дейді. Хорошо, одан кейін фамилия, ол міндет түрде varchar болады, одан кейін бетейші қазақша жазайықшы, тегі, есімі, бұл да varchar, одан кейін жыл дей салайық, ол бізде дата болады. Енді тегінің длинасын берейік, ол адына ID-дің да длинасын берейік, сан 20 саннан аспау керек, длинасы, фамилияның длинасы 30 таңбадан аспау керек, имянікі 20, и датаға ештеңе жасамаймыз. Дальше сравнение, қайтадан сол General C-ді қайтадан таңдаймыз, UTF-8 MB3 General C. Окей. В принципе, бәрі дайын. Сохранить батырмасын басамыз. Қазір бізде мінеки пайда болды таблица, ID, тегі, есімі, жыл және олардың типтері берілген. Сравнение General C барлығына қатысты жаңа сравнениеміз. Біз жалпы екі түрді жазамыз дедік. Бірінші 0-ден, яғни осы готовый функцияларды пайдалану арқылы, екінші чисто SQL арқылы. Яғни егер готовый кнопкалар пайдаланатын болсақ, обзор, SQL және вставить батырмаларын басатын боламыз, ал чисто 0-ден бастайтын болса, ол кезде SQL-ді пайдаланатын боламыз. Жақсы, бізде обзорда ID, тегі, есім, жыл барлығы бар екен. Енді информатикаға өтіп, соның ішінде менің группам бар, группа, и осы группаға вставить батырмасын басамыз. Вставить батырмасы менде значение бер дейді, яғни толтыр дейді. Қазір менде екі ашық бар, немесе строкаларды біреу қысам да болады, біреулеп толтырам осы жерде. ID-ға тиіспейм, ол міндет түрде өспелі бола береді. Тегі Есенбеков, Курбаналы, дата, дальше 1992 06 10. Все. И вперед. Біреуі создать етілді. Бізде қазір мұқият қарайтын болсақ, жалпы қалай құрылатын коды берілді. Бұл кодпен біз келесі видеода танысатын боламыз. Осылардың барлығын жеке-жеке создавать етеміз. Пока что бізде обзорға өтейік. Обзорда менде бір адам бар. Тағы бір адамды қосайын, одан кейін арғырап тағы да қандай әрекеттер жасауға болатын байқаймыз. Айтбай, Ақмарал, так, 1996. Вперед. Екі адам болды.
Дальше біз обзормен таныстық, вставкамен таныстық, енді SQL-мен танысайық. SQL-да алғашқы негізі біздің танысуымыз керек болған ол select. Давайте осы select-пен кішкене жұмыс жасайық. Бізде таблицаның аты группа. Сөйтеміз да select from деген, select дейтін экранға шығару. Select from десем, select шығар, жұлдызша деген all, все, қайдан? Группадан. Группадағы бүкіл таблицаларды шығар дейді. Сөйтеміз да біз не істейміз? Вперед батырмасын басамыз, ол бізге барлығын шығарып берді. 2 адам бар еді, соның барлығын шығарды. Қайтадан SQL-ға өтеміз. Пока бұл where мен отдельно танысамыз. Пока группа деп қалдыра берейін. Группа. Енді маған выборочно керек болатын болса, мысалға чисто фамилиялар керек болатын болса, тегі және де оның жылы керек болатын болса, өтір жыл дейм. Демек, жұлдызша барлығын көрсетеді екен, ал выборочно жазатын болсақ, оң жақтағы аттарға қарап шығара береміз. Қазір бізде тегі мен оның жылын көрсетеді. Вперед батырмасын басамыз. И вот маған тегі және оның жылдары көрілді. Бүгінгі видеода біз қарапайым база құрдық, структурамен таныстық, SQL-мен таныстық және вставить-пен таныстық.